Армысыздар, құрметті өмір тамаша арнасының көрермендері. Бүгін біз сондай киелі көрікті мекен Түркістан қаласындамыз. Мұнда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген орта жүзіміздің төбе биі қаз дауысты Қазыбек би туралы айтамыз. Арнадан ажырамаңыздар. Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи қорық мұражайы. Сопылық поэзияның негізін салушы, ойшыл ақын Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Әмір Темірдің жарлығымен 14 ғасырдың аяғында бой көтерген. Бүгінгі таңда бүкіл түркі жұртының қадір тұтатын киелі орны. Кесене қазақ халқының тарихымен тұтасып кеткен. Бұл жерде Әзірет Сұлтанмен қатар қазақ хандары, билері, датқа, сұлтандары, аталықтар, батырлар және бас аяғы 232 игі жақсылар жерленгені белгілі. Орта жүздің төбе биі қаз дауысты Қазыбек би Келдібекұлы бабамызға да топырақ осы жерден бұйырды. Құрметті көрермен, біз осы уақытқа дейін ұлы жүздің төбе биі Төле би Әлібекұлы, кіші жүздің төбе биі Айтеке би Байбекұлының жатқан жерлерін түсіріп келдік. Ол туралы бейнені жоғарыдағы сілтемелерден көретін боласыздар. Кесенеге Қызылорда жолымен қаланың сыртынан кіргендіктен Яндекс бізге осы жолды көрсетті. Қаланың ішімен жүрсек, жол басқаша болар еді. Ал мына жерде қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр екен. Қожа Ахмет Яссауи архитектуралық кешені ЮНЕСКО-ның қызыл кітабына енгізілген. Ұлы Жібек жолының оңтүстік бөлігінің қайта жаңғыруына сәйкес Қазақстан және Түркия мемлекеттері бірігіп, Әзірет Сұлтанның мәдени, материалдық және рухани мұраларын қалпына келтіруде. Көп жерлерде бар, бірақ Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің сұлулығына, безендірілуіне ешқандай қала жетпейді-ау деп ойлаймын. Өзім қараңыздар, не деген сұлулық. Қазір қараша айындағы гүлзарды қараңыздар, не деген көгал мынау. Қандай керемет. Достар, мен қазір мұражайдың әкімшілігіне кетіп бара жатырмын. Себебі Қазыбек бидің жатқан жерін түсіру үшін маған әкімшіліктің рұқсаты керек екен. Кесенеде кез келген затты бейне жазбаға түсіруге болмайды екен. Дәл қазір әкімшілікке барып рұқсат қағазын аламын. Рұқсатты ала салып, бірден қабырханаға беттедік. Кіріп келгенде осы төңіректе жерленген ұлы тұлғалардың тізімі жазылған тақта көзімізге түсті. Қазыбек би бабамыздың құлпытасы да осы кірген жерде орналасқан екен. Құлпытастың ертеде орнатылғаны пішінінен көрініп тұр. Қазыбек би 1667 жылы Сырдария өзенінің бойында туған. Орта жүздің арғын тайпасы оның ішінде Қаракесек руынан шыққан. Табиғатынан зерек алғыр бала білімді ортада кемелденген. Қазыбек бидің атасы Шаншарабыз атақты батыр болған кісі. Ол 1627 жылы Қатаған қырғынына қатысқан. Ерлігі үшін Тұрсын ханның қызы Айбикені әйелдікке алған. Одан 4 бала сүйеді. Әкесі Келдібек осы некеден туады. Ел оларды 4 бегі деп атаған екен. Естігенін, көргенін зердесіне тоқып, шешендік қабілеті де ерте ашылған Қазыбек Келдібекұлы 18 жасынан мемлекет ісіне араласады. Бұл сөзімізге Қазыбек би қайтыс болғанда қызы Қамқаның «Отырған жоқ бұл халық ешкімнің кейін тобынан, 18-де сөз бастап Қазыбек би атандың, болар бала боғынан» деген жоқтау жолдары дәлел бола түспек.
кең байтақ қазақ жеріне бір бүйірден жоңғар хандығы, екінші бүйірден Ресей империясы, үшінші жақтан Бұқар мен Хиуа хандықтары шабуылдап жатқанда, Қазыбек би халқының тағдырында шешуші рөлін атқарған, біріккен орталықтандырылған мемлекетті құрғандардың бірі болған еді. Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі етіп сайлайды. Жан-жағынан анталаған алпауыттарға қарсы сол заманда өмір сүрген Тәуке хан икемді саясат жүргізді. Қоғамды небір дерттерден сауықтыру мақсатында хан Төле биді, Әйтеке биді және қаз дауысты Қазыбек биді жұмылдырып, орталық Азияны мекендеген ұлыстардың ережелері негізінде 7 жарғы конституциялық заңын құрды. Дипломатиялық саясатты биік белеске көтерген Қазыбек бидің ұлттық шешендік өнердегі орны айрықша. Тарихта Қазыбек бидің Қонтайшы Қалдан Серен қолынан Абылайды босатуға барғанда айтылған сөзі ондаған жылдарға созылған қазақ пен қалмақтың жаугершілігін ауыздықтайды. Өткір сөз, батыл жүрек, дана ойды біріктіре білген Қазыбек би былай деп еді: біз қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басынан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзымызды ақтай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ, қарпысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір, еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз. Сен қабылан болсаң, мен арыстан, алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар, жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желіммін, жабысқалы келгенбіз. Берсең жөндеп бітім айт, не тұрысатын жеріңді айт. Осы сөзден кейін Қонтайшы әскері де, айласы да жете тұра сөзге тоқтап, бітімге келген екен. Бұл биіміздің елшілік сапарының қан төгіссіз жеткен жеңісінің бір ғана мысалы. Ұрпақтан ұрпаққа дәріптеуді қажет етеді. Мемлекет қайраткері шешен мәмілегер Қазыбек би 1764 жылы Семізбұғы тауының етегінде Теректі қыстағында дүниеден озды деседі. Оның баласы Бекболат әкесі қайтыс болған жерде киіз үй тұрғызып, 4 айдың ішінде Қазыбек бидің денесін қоршап сақтап жүрген екен. Қар ерігенде Бекболат әкесінің денесін Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне апарып жерлеген. Шежіреге сүйенсек, Қазыбек бидің тікелей ұрпақтары бүгінгі күнде баршылық. Өмір тамаша арнасы жақсылардың тарихын дәріптеудің жаршысы. Ал сіздер, құрметті оқырман, арнамызды қолдап, үліпіл басып отырыңыздар. Бізге берілген мүмкіндіктер үшін мұражай басшылығына алғысымызды айтамыз. Сіздермен болған Айнұр Бектасқызы. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.